түлкінің айласы. Сәлем, сіздермен Әбеке. Бүгін түлкі мен көбелек туралы ертегі айтып беремін. Бір күні кішкентай көбелек әдемі гүлден гүлге ұшып жүріп өзін, ал оны алыстан бір түлкі аңдып тұрыпты. Түлкінің көзі оттай жанып, құйрығы бұлғаңдатып жайлап көбелекке жақындай беріпті. Сол кезде мен Әбеке велосипед теуіп келе жатқанмын. Көбелектің қауіпті екенін көріп дереу, «Ай, түлкі, тұр орныңнан, көбелекті мазалама» деп айқайладым. Түлкі мені көріп кішкене тосылып қалды. Түлкі маған бұрылып, өзінің айлакер көздерімен қарап, «Ой, Әбеке, сәлеметсіз, мен жай ғана көбелектің әдемі биін тамашалап тұр едім ғой. Оны жеу ойымда да жоқ» деп жағын күлімсіреп қойды маған. Ал мен түлкінің қой екенін білемін ғой. Сосын былай айттым: «Егер көбелекті жемесең, мен саған ормандағы ең дәмді, ең үлкен жидектерді көрсетіп беремін» дедім. Түлкінің көзі жайнап кетті. Ол жидектерді өте жақсы көретін еді. Сөйтіп біз екеуміз жидектерге тойып алып, содан кейін түлкі екеуміз дос болып күнде ойнайтын болдық. Балалар, күшті ертегі болды ма? Маған жазылыңыз. Әбекемен бірге ертегі тыңдайық.